Қазақ халқының ежелден келе жатқан, ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тапқан тамаша дәстүрі. Бұл көктемнің басы болып саналатын амал мерекесі. Ертеректе қыс мезгілі біздің ата-бабаларымыз үшін ең қаһарлы мезгіл болған. Қауіп-қатерге толы ызғарлы қыстың орнына шуақты көктем келгенде, халық қыстан аман-есен шыққанына қуанып, бір-бірімен көріскен. Көрісу күнде қазақ халқы жасың құтты болсын дейді. Ол осы жылға аман-есен жетуіңмен дегенді білдіреді. Бұл күні бұрынғы өкпе реніш кешіріліп, ағайын туыс дос-жаран арасындағы араздық ұмытылады. Көрісу тек адамдардың амандасып, бір-бірін бауырына басып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес. Жас үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіріп, олардың ақ батасын алатын күн. Бұл күні бір-бірімізді құттықтауды ұмытпайық.